Ол балабақшада шаруашылық меңгерушісі болып істейтін. Оны үлкен-кішінің барлығы Гоша ағай деп атайтын. Мүмкін олай деулеріне Гоша ағайдың ешкімді жан-жақтығына бөлмейтін, мейірімді мінезі себеп болды ма екен. Расында ол шамасы келгенше әркімге қол ұшын беруге де дайын тұратын. Оны ауыл жұртының ілтипатына бөленген өмірдегі бір бақытты жан дерсің. Құдайдың қосқан қосағы да әйел затының аса көріктісі еді. Ол аз болғандай, бірінен бірі өңді үш қыз да бой жетіп келеді. Осылардың бәрі рас болғанмен бақыт туралысы күмән деді. Гоша ағайдың өзде ол қайғысын іштей түйсінеді. Ал ауылдастарының көлгірсіп, жорта арқасынан қаққаны, оны қасақаны табалап, қорлаған сияқты. Әлде Гоша ағай олардың шын ниетін түсінбеді ме екен? Оның ұққаны адамды аяудың өзі қорлағанмен пара-пар. Бірақ оларға да мін тағуға болмайтын тәрізді. Себебі олар жақсы адамды аяйды. Гоша ағай да жақсы адамның рөлін ойнап, қосағымен қос ағарып келе жатыр. Айтпақшы, ол кісінің азан шақырып қойған есімі Ғали Ақбер еді. Жұрт оны өзімсініп Гоша деп кеткен. Егерде әйелі ойнас жасаған еркектің басына мүйіз шығатын рас болса, онда Гоша ағайдың мүйізі баяғыда қарағайдай болып, қанша еңкейгенмен үйіне кіре алмайтын халге жетермеді. Ал жатыры жынданған Зәиданың жыныс мүшесі не деген тозбайтын дүние еді деп амалсыз таңғаласың. Жас кегізінен қағынған Зәида тұрмысқа шығып неше бала тапса да, нәпсі құлдығынан арыла алмады. Оған күнделікті қатынас керек болды. Ал Гоша ағай сонау жас кезінде-ақ бұл тойымсыз қатынның толассыз талабына қолды бір сілтеген. Бір ғажабы, Зәида кейбір берекесіз әйелдер құсап арақ-шарапқа салынып, үйден бала-шағадан безіп кеткен жоқ. Ол әр жол кездескен еркегінен өзіне дарумен алғандай күйде оралатын. Елдің өзі жайлы не дейтін жақсы біледі. Бірақ елдің дегенін елемейтін, ерік жігерін жаулап алған нәпсісі тым басым еді. Бұнда махаббатқа теңейтіндей қастерлі дәнеңе жоқ. Тек қотырды қасығандағы айыз қандырар шыным секілді. Бір нәрсе жанын жадырататын. Мүмкін Зәида әр жол тек арқасын қасытып келдім деп сезіне ме екен. Әйелінің сондай бір жайнаңдап оралғанын көрген шақта жан дүниесі құлазып кеткен Гоша ағай ащы суға саңа ауып, кемінде бір апта төсек тартып ішетін. Өзін жер бетіндегі ең сормаңда еркекке теңеп, ел көзіне көрінбей жұмысқа да қолын бір сілтеп, өзімен өзі күңіренетін. Ара тұра болып тұратын бұндай кезексіз демалыс онша жиі де емес еді. Балабақша меңгерушісі де Гоша ағайдың қайғысын ұғатын. Сыңай танытып, тың қақтамайтын. Есін жиып қайта оралғандағы «Кешіріңіз, енді қайталанбайды» дегеніне шынымен сенген рай танытып, келесі күңіренісі қашан келер екен деген дүдамал көңілде қала беретін. Гоша ағайға біреудің бақытсыздың көре тұра, көзіне көлгірсіп сырт айнала бере елдің пыш-пыштасы ауыр сөз тиді. Адамды тірідей өлтіретінде осы қу сөз ғой. Бұның әйелімен төсектес бір еркек, мен сөйттім деп Гоша ағайдың бетіне тіке айтса, әйелі мен өзінің намысы үшін жұдырықтасуға да барар ма еді? Сондай бір шер тарқататын себептің де болмағаны оны қатты күйзелтеді. Бұның осындай сорлы екенін біле тұра, ел оны қошеметтейді. Ол одан құрмет сезінбей, қайғысына қайғы жамалып, қорланған үстіне қорлана түседі. Бұл да мәңгілікке созыла бермес. Бір күні бұл азаптың да соңғы сағат соғар. Бірақ ол күтулі уақытқа әлі қанша бар. Міне, Гоша ағайдың жүйкесін жегідей жейтінде осы. Келе-келе бұл уайым да баяғыдай жанға батпайтын болып, көрмесе елеңдеп, туысын сағынғандай күйге ауысып, маңдайына жазылған тағдырына айналды. Оны өзгертуге еш шара да шама да жоқ еді. Бұйырған осы өмірдің ағысына қарсы жүзбей, бітер жеріне біте салғанды жөн санап, үміттен күдер үзіп, ақыры тәлейіне мойынсынды. Бір қуантушысы, осы тозақтың да ақырының бары. Бірақ оның өзі, яки әйелі көз жұма қалса да, соңында қалған із таңба талайға дейін өше қоймас. Дегенмен адам жады да мәңгі емес қой. Бұларды да ешкім еске алмастай күн туып, соңындағы қаңқу сөз де бір жола өшер. Кейде Гоша ағайдың ойы сан саққа жүгіреді. Құтырма ауруының ит пен мысықтан және аңнан жұғатын барша жұрт біледі. Ал жатыр құтырмасы деген сұмдықтың қайдан тап болатынын жан пендесі білмейді. Ежерден Платон деген бір данышпан әйел жатырының ағзасына кіріп алып, бойына бала біткенді көксейтін аң тәрізді депті. Егер әйел ұзақ уақыт бала көтермесе, оның жатыры жынданып, небір кеселді дертке апарып соқтырадымыз. Ал бұның әйелі балада көтерді. Біреу емес, үшеуін тапты. Осындай сандыраққа кісі сене ме? Әйтеуір жатыр құтырмасы деген пәленің өзгеден емес, өз қатыннан шыққаны Гоша ағайды қатты таңғалдырады. Сонымен оның әйелі Зәида жатыр құтырмасына шалдыққан бейшара жан еді.
бейшара деп мүсіркеуге де бір себеп. Зайда ара-тұра болмаса, жыныстық қатынастан ләззатты сирек алатын. Неге десеңіз, оған арасы үзілмейтін, тәттінің үстіне тәтті жалғаса беретін толассыз нөпір керек еді. Ал ондай жағдайды ешбір еркек баласы жасауға қауқарлы емес. Заиданың басты бақытсыздығы осы еді. Гоша мен оның туыстарының алаңы, мына кесел жұққан қатынның дерті желкілдеп, енді келе жатқан қыздарына жұғып кетпесе екен деген қауіп. Осындай ары соқ бер соқта жүрген Заиданың жатырына қатерлістік қонып, бір абыройы ем қонар, дер кезінде анықталып, құтырған аңды түп тамырмен кесіп алып тастады. Содан бері біраз уақыт өтіп, құрт өлгесін әйелдің де жаны жай тауып, бой жетіп қалған қыздарына төнген қатер сейіліп, қазірше нимфомания деген пәле олардан іргесін аулақ салған сыңайлы. Алдыңғы екі қыз жөнін тауып, соңдарынан сөз ердірмесе, ал сүт кенжесі Әсима бай қызығын көп көрмеді. Мінездер жараспайды деген желеумен ажырасып, бір жасар қызын құшақтап әке шешесінің үйіне қайтып келді. Ақиқаты, оны енді көрсем көзім шықсын деп байы қуып жіберген. Алғаш үйленген кезде мынандай, бойында ыстық қаны тасыған, ләззаттан күні-түні жалықпайтын, жанары жаныңды арбаған, көркіне көз тоймайтын керемет жанды жар қылған ол мақтан етіп еді. Уақыт өте, әйелінің тым жиілеп кеткен талабынан шығуға мұршасы жетпейін деді. Кереметтей көрінген ғажабы, тас қопарған жұмыстан әрмен болып, дала ісінен саудырап келген бұны мүлдем азапқа түсірді. Адам баласы тәулігіне 3 мәрте ас ішіп, асқазаны қанағат тапса, Әсиманың астыңғы ағзасына тоқтаусыз қимыл керек болды. Күйеуінен қайран кеткен соң, ұят-сұятты сырып, сол ауылдағы еркек атаулыға өзі шапты. Ол үлкен кіші деп бөлмеді. Кіндігі жарағанның бәрін өзіне артылтып, қолдан қолға өтіп, арсыз қатын деген атағы аз уақытта дүйім елге тарады. Ал туған ауылына оралған соң, әлде қалай бұл жалаптығы сап тыйылды. Әсиманың кішкентай қызын ата әжесі қарады. Заидаға тартқан қоңыр қой көздері кісіге жып-жылы баурай қарайтын. Атасы жиен немересінің көрікті келбетіне шоши қарап, әжесі мен анасының тағдырын қайталамаса екен деп Құдайына жалбарынып, іштей жік жаппар болатын. Әсима сатушы болып дүкенге жұмысқа тұрды. Шешесінің әдемілігі мен әкесінің есеп-қисапқа жетігін еншіленген ол, тез арада алдыңғы қатарлы сауда қызметкерлері санатына көтерілді. Сонымен коммунистік еңбектің озаттар қатарына Әсима да облыс орталығына өткен үлкен жиынға барып марапат алу құрметіне ие болды. Кілең әлем-жәлем киініп, әлекедей жаланған қыз келіншек ресторанға сау ете түскенде, сауық құрып отырған еркек тұқымдастарының бастары шыр айналып, делебелер қозды. Сол шулы кеште шараптан шалқып, төсіндегі қос алмасын дірілдетіп, бидің түбін түсіріп жүрген Әсима, қутыңдаған бір тықырдың өзін қалай қолтықтап кеткенін аңдамағанда сықылды. Ертеңіне пәңгіріп, естерін әзер жиған жерлестері оны талайға дейін жоқтай қоймай, тек түстен кейін қайтар көлікке бет алғанда іздестіре бастады. Енді жүргелі тұрғанда шашы дудырап, көзінің асты күлтілдеп, ол да жетті. Түнмен ұйқы көрмей, соңы ит жығыспен аяқталған сойқан күрестен шыққан адамға ұқсайды. Онымен қатар отырған келіншек Әсиманың қайда жоғалып кеткенін сұрады. Анау таң атқанша көз ілмей, махаббаттың сұрапыл шайқасында болғанын айтты. Бұнда еркекті көрген емеспін. Адам денесіндегі ләззат алатын жердің бәрін білетін, қуаты сарқылмайтын нөсер екен. Қойшар деп, келіншек іштей ынтығы лау етсе де жақтырмаған сыңай танытты. Оның қандай екенін көрмеген соң тыржиып отырсың ғой. Мен немене еркек көрмеді дейсің бе? Жүйріктен жүйрік шықса аяғы тыпыр-тыпыр етер демекші. Білеміз бірдеңені, біз де қара жаяу емеспіз. Күйеуің бар емес пе? Күйеуі бар әйел өлгенше етегіне намаз оқып өту керек пе? Шыдатпай барады. Анау қалқып кеткен аш сезімін қайта оятып жіберді. Еркекпен жолықпасам өліп кететін сияқтымын. Құрып қапсың, жоқтан өзген айтады екенсің. Жол үстінде саған қайдағы еркек, ауылға жетейік те. Толастың таяуда түрмеден босап, жоралармен бірге таңды таңға соғып бостандығын тойлап жүрген кезі болатын. Сондай бір аузы құрғап, миы түзеліп үлгермей, қалықтап жүрген күндердің бірінде оған Әсима жолықты. Ол мына көркем қызды нақ басы танымады. Бұл үй үптеп 5 жылдар арқалап кете барған кезде Әсима ақ бантиге желпілдеген мектеп оқушысы еді. Бірақ толас қыздың көзіне тесіле қарады да, сен Заида апайдың қызы емессің бе деп дөп-дөбесінен түсті. Немене, ұқсап тұрмын ба деп сұрады Әсима, намыстанған кейіп танытып. Шешеңдікі секілді сенің де көзің алдымен арбап, сосын табаға салып қуырғысы келетіндей деді. Толас даусы құмығып, оның тұла бойын әйелге деген таңсықты еткізді. Неше күнгі бей-берекет ішіс, ертеңде оған тек бейнет қана әкелетін. Ал мына қыз талайдан бері бұйырмаған бақ тәрізді елестеді.
Шешемнің батасын сен де алған екенсің ғой. Ол кісі талайымыздың тұсауымызды кескен абзал әйел ғой. Тіпті солай деші. Әрине, барды де бар деу керек. Керемет әйел. Ол кісі қалай? Ол әйел де емес, кісі де емес. Құтырған жатырын кесіп тастаған мүгедек. Анаң туралы осылай деуге қалай аузың барады? Ана, күлкімді келтірмеші. Иә, енді оның арқалаған қарғысы маған ауысты. Күні-түні тойуды білмейтін ләззат мешкене айналдым деп, Әсима өтірік шыны белгісі кемсеңдеді. Толас оны бауырына басып, алаңдамай аулым, сен мешки болсаң, мен іші шырқыраған қып-қызыл аштың өзімін. Тең-теңмен тезек қабымен деген осы деп, аймалап дірілдей бастаған әйелді өз ығына қарай икемдеген. Көп ұзамай бұлар үйлену тойын өткізді. Дүркіреген той болмаса да екі жартын бір бүтін болып, мерекелі дастархан жайылды. Толасты ұмыта қоймаған жора жолдастары да баршылық екен. Соған қарай ел арасында самопал атанған қол арағы мен самогон да мол болды. Әдемі отырыс кезінде Әсима жоғалып кетті. Келін ұрлау деген дәстүрге сайып, жұрт аса алаңдай қоймады. Жоғалған келінді тым ұзақта іздемеді. Жоғалса табылар дегендей, іздеушілердің бірі қолын бір сілтеп, дастарханға оралып еді. Оның соңынан қалғандар да балапанша ере жөнелді. Ақ иес Толастың өзі стол басында қорылдап, есі кірген сәтте тағы бір шыныны қылт еткізіп, қайта құлаумен жатыр. Оған керек емес қатын кімге керек? Әбден таң атқанда бастарын қайта-қайта түзеп, елде тарады. Өзінің қайдан келіп қайдан тұрғанын ажырата алмай, мәңгірген Толас бүгін қатын алып жатқан әрең есіне түсіріп, іздеуге шықты. Әсиманың аппақ көйлегі умаж-умаж болып, көршісінің қойында жатқан жерінен үстінен түсті. Төңірегінде шашылып жатқан бос шишалар бірінде жартылай қалыпты. Ыңырсыған көршісіне құйып беріп еді, ол бет-аузы быж-тыж болып лоқси ішіп болды да, рахмет деп ишара жасауға ғана шамасы жетіп, қайта жалп етті. Толас айқай-шу көтерместен, себебі бұлар оның өзінде сөзінде ұғатын халде емес екені көрініп тұр. Қатынын ақырын оятып сүйеп үйіне кетті. Араларында ештеңе болмаған сықылды. Сонда бұл екеуі осында келіп тығылып арақ ішкен бе? Келесі күні Толас колхоз басқармасына жолығып жұмыс сұрады. Тау қойнауындағы жасанды көлге қарауылдыққа кісі таппай қиналып отыр екен. Бастапқыда кішкентай жылғаның алдын тоспалап, кейін суы молайған сайын дамба көтеріп, ақыры айдынға айналған көлге балықтың не түрін жіберіп қойған. Бұл келешекте балық өндіруді қолға аламыз деген бастама еді. Бастықтың мына ұсынысымен Толастың қалауы үйлесім тауып, ол ел жұрттан жырақ, бұның қатынына ешкім көзін сүзбейтін, еркек атаулыдан тек аюдың махаты ғана тентіреген тұсқа аттанды. Баяғыда бір әйелді аю ұрлап әкетіп, белін жалап бүкірейтіп өзіне қатын қылыпты деген аңызды Толас әкесінен естіген. Әсиманың бүкшиіп аюға қатын болып жүргенін көзіне елестете алмады. Бұл ойын кейін Әсимаға айтып күлдірмекші болды. Сосын бетіне ұмтылған шыбынды қаққандай қолын сермеп өз ойынан өзі шошыды. Әсима бұл қалжыңды тіке түсініп қалып жүрсе, кім білсін арты не боларын. Олды болды. Құдды Толас. Әсима үй шаруасына бапанда екен. Олар кішкентайларын мектепке барғанша осы арада тұруға бел байлады. Оған дейін мал жан жиып, дәулетті отбасы боларына кәміл сенді. Расында орайы келсе бәрі оп-оңай қиюласа кететін көрінеді. Бір жыл ішінде қорасына мал жиналып ауласы құсқа толды. Таудың таза ауасы, сіңімді тамақ, бұрындары сырт көзге қылдырықтай көрінетін Әсиманың бөксесін толтырып, жүзі балбұл жанған, қай жерін ұстасаң да балғын ет жегендей тамсандыратын әдемі ұрғашы болып шыға келді. Бір күні кешқұрым ойда жоқта бір топ күтпеген қонақ сау ете түсті. Әбден кісі жатырқап, саяқ өмірге көшкен үй иелері бұларды қондырмастан еді. Егер солардың арасында Толастың бір танысы болмағанда, олар арнайы рұқсат қағазбен аңға шығып бара жатқан көрінеді. Жол-жөнекей тұма-тұма тоқтаймыз деп күнді кешіктіріп алған сыңайлы, шеттерінен қызу, көл жағасынан жарық көріп далаға қонбағандай болдық деп қуанып әдейі бұрылыпты. Зонаны бірге таптаған танысын туған бауырындай қарсы алған Толас Әсимаға дастарханды молынан жайдыртты. Қонақтар да құр қол емес екен, бір дорба сарықтың ортаға салды. Таяу омыртадан ара-тұра байлыққа айырбастап алып тұратын бал мен бал сырасын ыммен әйеліне алдырып, Толас та жомарттық танытты. Талайдан ішпегендіктен бе Толас арақтың дәмін ұмытып қалған сияқты. Соны таңсық көрді ме, бал сыраны қонақтарына тартып, өзі өмірі шөлі қанбаған адамша аузына бір түйір салмай арақты ғана сылқылдатты. Аналардың екі көзі Әсиманың соңында. Әйел теріс айналған кезде үйдегі шамдалмен жарыса 7-8 жылтырақ бір-біріне шағылысып жалт-жұлт ойнайды. Толас бастапқыда қыржиып мінез көрсетпекші болып отырған. Төпелтекте ішкен арақтың әсерінен ол ойы көкейінен сөніп қалды. Көптен бері кешпеген бір рахатқа белшесіне малынып, төңірегі досқа толып алаңсыз мамыражай күйге түсіп,
Қызара бөрткен Толас жабыла теуіп оята алмайтындай тәтті ұйқыға қалай жалп ете түскенін өзі де аңғармай қалды. Ол ертеңгісін оянғанда төңірек жым-жырт, өмір өшіп қалған тәрізденді. Үйде өзінен басқа ешкім жоқ екен. Әсима кішкентайды көтеріп әдеттегідей серуендеп көл жағасына кеткен шығар деп болжады. Мең-зең болған басын ұстап аулаға шықты. Әрі-бері жүгірген тауықтарды, анандай жерде аяғымен жерді жорта тырмалаған бір қораз арамдана азғыртып өзіне шақырумен әлек. Қора қопсы жақтан маңыраған мөңіреген мал даусы естіледі. Күн қызғанша жайылып үлгеретін мал бүгін қаңтарулы қалған. Желіні шіреген сауын сиырлардың бұттарын сүт керіп, бөгелексіз ақ бауырын соққылақ тепкіледі. Бір-бірінің құлақтарын жалап, емуге емшек іздеп, қытықсысқан бұзаулар да тынымнан айырылған. Малды шығарып үйреншікті өрісіне қарай беттетіп, зыңлы үдей түскен басын қайта-қайта шайқап Толас үйіне кірді. Ол жан-жағына сипақтай қарап, екіұдай күйде біраз тұрды. Әрине, басын түзетуді де ойлады, бірақ одан да маңызды бір іс бары қапеліне есіне түспей алаңдата берді. Қандай іс екенін өзде тап баса алмай тұр. Төргі бөлмеден баланың жыламсыраған естілді. Кішкентай ұлы оянып алып төсекте қалқиып жалғыз өзі отыр екен. Ол көзін уқалап қасына таяған әкесіне көтер дегенде ұмсынды. Толас оның ұйпақталған шашынан сипап, емірене, ыңылдап балақайды қайта ұйықтатты. Сан-сақа жүгірген ойы бір шешімге жүгініп, кемет қабырғада ілулі тұрған қос ауыз мылтығын алып, дара оқты қос патронды оқпанына сүңгітті. Әлгінде малды шығарып жүргенде байқаған жыланның ізі секілді бедерленген автомашина доңғалағынан қалған таспа көз алдына жарқ етті. Жас шөпті мыжып, көл жағасына беттепті. Ол маңнан қарайған ештеңе көзге шалынбады. Әсиманың солармен бірге кеткеніне еш күмән қалмады. Мылтықты кеудесіне көлденең ұстап аласұрған жүрегі басын тепкілеп, көлді жағалап дедектей жүгірді. Өкпесі күйіп тізе бүгетін жерді көзімен шолды. Анандай тұстағы арқандаулы тұрған шағын қайықты байқап, тәлтіректей соған қарай аяңдады. Жақындай бере, ішінде қарны жарқырап жатқан өз қатынын танды. Біріне бірі сүйен бүйіне келгенде есік алдынан жылап-жылап, бода-бода шыққан ұлдары қарсы алды. Балақай мамалап шешесіне қарай тай-тай басты. Анау есік кіресілі шығасылы халде мазамды алма дегендей оны кейін жасқап, үйге кіріп кетуге асықты. Ұлым, шешеңнің қандай адам екенін көрдің бе? Мәңгі есінде сақта деп Толас тісін шықырлатты. Сосын шөлдеген баласына су беріп, біраздан соң бұламықта дайын болады деп көңілін аулаған болды. Оның сөзін өзінен басқа ешкім тыңдаған жоқ. Қарны ашқан балақай қайтадан қыңсылай бастады. Әсима төр бөлмеге кірген бетте ет-бетінен құлады. Оған өз тыныштығынан өзге ештеңе де керек емес. Өлі тірісі белгісіз сұлық жатыр. Толас оны мазалағысы келмеді. Бәрбір қайыр жоқ екені бұлай да көрініп тұр. Әбден есін жисын, сосын ары қарай көрмекші болып ұйғарды. Осы жатқан қалпында басын балтамен шаба салғысы да келді. Бірақ онысы оңай өлім сияқтанды. Бұл қатынды әбден азаптауы тиіс. Қандай тәсіл қолданарын тап қазір өзі де білмеді. Сондықтан таң атсын. Мүмкін қаперге келмейтін тың шешім сонда туындар деп бел буды. Ең маңыздысы Толас оны ешқашанда кешіре алмайтынын анық түсінді. Ол бұның көз алдынан азап шегіп барып, ендігәрі ешкімге бұйырмайтындай болып, тек қара топырақты ғана құшақтау тиіс еді. Баласын қалдырып кетуге дәті бармады. Бір құмыра су алып ұлын арқалап, бетімен жайылып жүрген мал соңына ілесті. Әбден көз қызған шақта мал да көлеңкез деп тау бөктеріндегі қайың терек өскен тоғайға қарай ойысты. Сол жерде кешкі салқынға дейін дамылдап, күн қайта жайылымға тағы шығады. Осы мезгілді пайдаланып, Толас баласын бір көтеріп, бір жетектеп үйіне оралды. Әсима қалған арақты ішіп алып, бұғып жатқан шығар деп ойлаған. Олай болмады. Түскі асты әзірлеп, ас бөлмесінде күйбеңдеп жүр екен. Мына көріністен Толастың іші жылып сала берді. Әсиманың да бетінен от шығып, қысылып қымтырылған рай көрсетті. Мүмкін өкпе реніш осымен тарап кетсе, өмір сүру дегеніңіз өте жеңіл, дүние болғаны деген ойға қалды Толас. Тоқ тамақтан соң Толасты ұйқы басып, бір сағат көз шырымын алуды жөн көрді. Басы жастыққа тиер тиместен қор ете түскен оны, сәлден соң қойны қоншын тінткілеген әлде кімнің қолы оятып жіберді. Ұйқылы ояу халде, көздері мұнартып, ылыққан иттей үстіне төнген Әсиманы анық таныды. Сенмен дем алғым келеді деп әйел оттай деммен күйеуінің бетін шарпып күбір етті. Толас не дерін білмей, өзіне төніп келе жатқан бұл қатер ме, әлде бақ бекенін айыра алмай абдырады. Сосын болған жағдайдың барлығын бұлттан шыққан күн тәрізді санасына жарқ ете түсті. Өмірінде өзі естімеген жаман дауыспен барқ етті. Қылапатты қылып алып не оттап тұрсың? Жоғал көзіме көрінбей салдақы. Иә, мен салдақымын, сонда екенімді біле тұрып, мені алдың. Сенің алдыңда арым таза.
Ұялмай ар туралы айтасың. Қара жер сені қалай көтеріп жүр екен. Өлтір мені, бірақ есіңде болсын. Мен сені сүйемін, мен науқаспын. Әсима бетін алақанмен жауып екі иығы селкілдеп еңкілдей жылады. Толас ошарылып не істерін білмей жалтақтады. Әйелін аяп, басынан сипағысы да келді. Бауырына басып әдеттегідей құмары қанғанша ләззатқа батқысы да келді. Іштей тіленіп тұрған бұндай сезімге сырттан тежеу табылып, әйелінің жасаған аярлығын көлденең тартып, Толастың жанын жібіткісі келер емес. Білем қай жеріңнің науқас екенін. Өмір тоймайтын, толмайтын бір қарыс шегін ғана науқас. Білсең сол, қанталаған көздерің айтып тұр, мен өлтіргің келетін. Жалғыз өтінішім бар, тура сол жермен мылтықты қадап тұрып атшы. Мен де, екеуміздің махаббатымызды да құртып обалына қалған сол. Көрейін, сезейін иттің баласының тартқан азабын, тартқышшы, сазайын. Бұл әңгімеден соң біраз күн өтті. Тоң-торыс бөтен адамдарша әркім өз шаруасымен шұғылданып жатты. Нәсілінде жасайтын шаруа да қалмаған. Бұрын мыңға жиған мал дүние, бұлар үшін ортақ қазына діттеген мақсаттарына жеткен белестердің белгісі тәрізді еді. Енді соның бірі көзді қуантып көңілді елеңдетпейді. Бәрі бекершілік, уақыт пен қайратты ысырап еткен алдамшы елес сынды. Екі адамның арасына түскен сызат түсіріп жатқан өмірлерінің тағы бір қырын ашты. Отбасында татулық болмаса, күллі дүние қаңырап төңірек, баянсыз боқ дүниеге айналып, адамнан ынта кетеді екен. Толас осындай аласапырам күйге түсіп іштей қиналды. Осы мезгіліне сай шешімді іздеді. Өстіп қабырғасы қайса қайғыруына әлде кішкентай ұлғана себеп педі. Мына өзінің басына түскен бас аяғы белгісіз ғұмырының түйіншектерін қалай шешсе екен, маңдымсыз мағынасы тіршілігіне сараптама жасағысы келді. Осы өмірге текке келмеген, айғақтайтын бір түйір дәлел таппақ болып, өткен кеткенін тінткіледі. Іліп алар ештеңе таппады. Балалық шағы толық есінде қалмапты. Толас өзін аяп, ішіне мүсіркелеп отырғанда, оның ойына оқыс қайын атасы мен енесі түсті. Гош ағай ел арасында беделді, жұрт қызығатын қызметі бар сыйлы адам. Қарашы, оның басына да дәл өзінікіндей сордың жабысқаны. Апырай, ол қалай төзді екен. Өзін ауыздандырған Зәйда апайды да жаман деуге аузың бармайды. Сол жұрт сөгетін нәрсені істей тұра, оны аса бір қамқорлықпен балапанын келешекке қанат қақтырған ене ретінде істеген сияқтандау. Иә, ешкім бұл дүниеде жетісіп жүрмегені баршаға мәлім. Сөйте тұра көз қылып, жақсы өмір сүріп жатырмыз. Біз ұрлықта, зинада, қиянатта жасамаймыз деп көлгірсейміз. Осындай жеке қалсақ, сол сұмдықтың бәрі жан-жақтан анталап, ту талақайыңды шығаруға тайынбайды. Толас тіршілік, адамзат дүние отбасы туралы тағы да бір ауыр ойға шомып, ақырында қорытындыға келді. Ертеңіне ол әйелі мен баласын жолшыбай көлікпен етекке аттандырып өзі көл басында жалғыз қалды. Елге келген соң Әсима көп есеңгіреп жүрген жоқ, тез есін жиды. Күйеуінің қолынан ажал құшан ба деген қауіп сейіліп, біраз уақыт мүлгіп кеткен ескі дерті таудағы құзаудан соң қайта оянып еркінен сиектей бастады. Кішкентай жиен немересін отырғызар жер таппаған соң, Гош ағай мен Зәйда апайдың қуанышында шек жоқ еді. Әсиманың төркініне келе сала, тым қыдырымпаз болып кеткенде күдік тудырмады. Елші ғой, құрбы құрдастарына барып жүрген шығар. Неше жыл айдалада аю секілді жабайы өмір кешті. Қыздың дәті берік екен. Өзге біреу болса, бір айға шыдамай қашып кетермеді. Алғашқы күндер Әсима ары өткен бері өткен еркектердің жүріс тұрысын қалтарыста отырып аңдыды. Оған аса керегі ермек таппай зергіп келе жатқан жалғыз еркек еді. Оның жас яки мосқалдығы оған маңызды емес. Бастысы еркектік қауқары болса болды. Гош ағайдың ағаштан өріп жасаған қара моншасы үйінен шеттеу. Бақша аяғындағы қалың үйеңкінің ішінде тұр еді. Осы сырт көзден таса монша маңын кейінгі кезде өзін еркекпін деп санайтын ауылдың боқ мұрны мен кәртемші үйірсіктей бастаған. Бір жарты қызылға жата кететін, өзі арзан, өзі көрікті қатын еркектілердің құлағын елең еткізді. Шешесінің орнын басты, ұяда не көрсе ұшқанда соны алады деп жатты. Бұл отбасының өткен тарихын білетін ауылдастары. Толас кішкентай ұлын қатты сағынды. Бір жарым күнге үйі мен малына бас көз бола тұруға сол маңдағы омарташының келісімін алып сәлем сауқат тола, екі бас теңкеген қоржынды қанжығаға байлап, желбеге жамылған ұзын етек саулықтың астынан дүмін төмен қарата мылтыған асынып салт атпен жолға шықты. Ол баласының өте жақсы көретін балауыздағы бал кеспегі мен таудың сиыр бүлдіргені және тауық көзін ерінбей тер бала шыққан. Оны Әсимада ұнататын. Толастың жалғыз қалғаны жақсы болған сияқты. Көп нәрсенің мән мағынасы өзге қырынан ашылғандай болды. Оның түсінгені адамның кешірімді бола білу аса маңызды екен. Ашуға булық балта сілтеу көрінген жынның қолынан келетін іс қой. Ал сезім ырқына берілмей, қалт-құлт еткен шырағыңды өшіріп алмау қиынның қиыны болар сірә.
Ол боларс болды, бояу сіңді деген ұйғарымға келіп, орталарындағы бір ұл мен қыздың бақыты үшін тағдырдың салған тауқыметін сынбай көтеруге бел буды. Өзін Гош ағайдан кем емеспін деп санады. Жалпы алғанда Асима да мүлдем құрған кісі емес қой. Өзі айтқандай науқас, мүмкін ұят пен жалған намысты сырып қойып, қалаға апарып емдетер, небір түрлі дерттің шипасы табылып жатқан мына заманда жатыр құтырмасын жаза алмаулары мүмкін емес қой. Ол осындай оймен қайнатасының үйіне таяп қалған. Бақша аяғында ербеген еркектерді байқап, атының басын тежеп, бұл не тұрыс дегендей жөн сұрады. Күн күйдіріп жел қағып беті жүзі қарайып кеткен және сақал мұрты қабадай Толасты ауылдастар танымады. Тіпті Толастың атқа мініп жүрген ешкім көрмеген, сондықтан оны сырт ауылдан болар деп болжаған әлгілердің бірі: беліңді жеңілдеткің келсе кезекке тұр деді. Толас атын тебініп мәслихат орын олған жаққа өтті. Гош ағайдың қара моншасы. Дәл осы монша ішінде анау бір жылдары Зайда апайды Толасқа алғаш рет әйел ләззатын тарттырған еді. Содан бастап ол өзін еркекпін деп есептеді. Ой апырай, Зайда апай ескі кәсібіне қайта оралған ба деген ойға қалды. Не істерін білмей сәл абыржыды да, ақыр келдім ғой дегендей атынан түсіп, тізгінін ағаштың бұтағына қыстырды. Салаңдаған сулықты қаудырлата шешіп жұмарлай орап, қанжығасына байлады. Иығындағы қос ауызды опырып, әлденеге оқтады. Сол тұста топтасқан жұрттың көзі Толастың әр қимылын бағып қалт жібермей жүрексіне қарап тұр. Мен ұзақ жол жүріп келдім, мүмкін кезексіз жіберетін шығарсыңдар, деді Толас өзін танымай қалған жерлестеріне мылтықты әдейі айбар қыла кезіп. Әрине, біз қонақжай халықпыз ғой деп біреу жалпақтады. Зайда апай әлі бабында мекен? Ой, ол кемпірдің артын ойып алып тастағалы шаруадан қалған. Бұл қызы ғой. Кім, Асима ма? Ойбай, аттан, мынау Толас қой, Құдай сақтасын деп әлгі топ тым тырақай қаша жөнелді. Толастың басына қаны шауып, көз алды қара түнекке айналды. Оқталған мылтықты алдынан кезе ұстап, тапырлата ішке енді. Ауызғы бөлмеге кірер ар жағынан шықырын түймелеген біреу бұған бетпе-бет түйісті. Толас оны мылтықтың ұшымен іштен бір түйіп екі бүктеді де, сол арынмен ар өтті. Асима лыпасы шалқасынан жатыр екен. Кезекпен кірген келесі біреу деді ме, тілі күрмеліп: қарақшы құсамай келсейші, шық тақтайға деп, бүгілген тізелерін айырды. Сосын оның құлағына біреу сабыр еткендей басын көтеріп алды да, ала көлеңкедегі бозарған бейнеге тесіле қарап: келдің бе жаным, құтқар мені мына азаптан деп тақтаға сылққылады. Бақша басында жайылып жүрген жылқыны көріп, бұл не мал деп сол жаққа бұрған Гош ағай астынан кеткен көп қаннан көз жұмған қызы мен ауызғы бөлмеде миы шашырап жатқан күйеу баласының үстінен түсті. Екеуін бір қабірге салды, бірақ көпшілікке арналған бейіттен жырақ, арасын қара жол бөлген сыртқа жерленді. Бұл оқиғадан соң ол тұсқа Құдайдың ажалынсыз өлген тағы бір жар адам қойылды. Қара жолдың екі беті екі ниетті молаға айналып, бұл жаққа келгендер біріне тағзым жасап тәу етуге барса, екіншісінің тұсынан басқа бермесін деп түңіліп теріс қарап өтетін. Әңгіменің соңы.